Соғыс адам баласы жер басқаннан бері болып келе жатыр. Жылдарға, кейде тіпті ғасырларға созылған соғыстар көптеген ұлттар мен өркениеттерді түбегейлі жойып жіберді. Соғыстың басталуына кез келген мәселе себепші болуы мүмкін. Тарих беттерінде мұра үшін соғыстар, бостандық үшін соғыстар, немесе азаматтық соғыстар көп кездеседі. Бірақ кей соғыстар ойға кіріп шықпайтын қарапайым заттардың кесірінен туындаған. Міне бүгінгі видеода осындай оғаш әрі түсініксіз соғыстар жайлы сөз қозғаймыз. Google карта үшін соғыс. Сұмдық соғыстың салдары бола жаздаған бұл оқиғаның басы былай басталған. Коста-Рика мен Никарагуаның ортасында кішкентай жер көлемі орналасқан. Бұл жер алқабы 100 жылдан бері орталық Америкадағы екі елдің арасындағы даудың себепкері. Олар әлі күнге дейін бұл жер кімге тиесілі екенін шеше алмай келеді. Екі елдің өкіметі бұл мәселе бойынша көптеген келіссөздер жүргізді. Соған қарамастан бір-бірімен келісе алмады. 2008 жылы Google карта бұл жер аумағын Никарагуа аймағына енгізіп жіберген. Ал никарагуалықтар бұл жаңалықты естіп, өздерінің шекараларын жылжытып, сол аумаққа әскери базалар шоғырландырған. Өз кезегінде әскері нашар жабдықталған Коста-Рика Никарагуалық шекара аймағына полиция қызметкерлерін орналастырған. Қуанышқа орай дау туындатқан Google корпорациясы өздерінің қателіктерін түзеп, екі мемлекет алдында кешірім сұрады. Соған қарамастан никарагуалықтар өздерінің әскерін артқа шегіндіргісі келмеді. Олар әлі күнге дейін осы аймақтан кетпеді. Сол себепті де екі мемлекет арасындағы дау әлі де жалғасуда. Қуанышқа орай әлі күнге дейін арада оқ атылмады. Эму мен соғыс. 1932 жылы австралиялық шаруалар өте үлкен мәселеге тап болды. Олардың бақшаларында алып эму құстары емін-еркін жайылып жүрді. Тіпті барлық бидай дақылдарын жойып жіберу қаупі төнді. Эмулардың саны 20 мыңға жетті. Бұл мәселенің шешімі әскерге келіп тірелді. Мередит есімді майор екі полк әскерді жарақтандырып, өміріндегі ең сұмдық соғысқа аттанды. Эму құстары жастайынан Free Fire ойнап өскендіктен, олар қарсыластарынан жақсы жасырына білді. Ешқандай лут таппаған құстардың барлық үміті қатты жүгіру қабілетінде. Оған қоса олар бір топ болып жүрмей, алып алқаптарда жекелеп өмір сүрді. Оларға аңшылық жасау үшін жеке-жекелеп аңдып отыру керек болды. Бұл соғыста адамдардың жолы мүлдем болмады. Сондықтан әскер саны үнемі артып отырды. Көптеген техникалар қолданылып, мыңдаған оқтар атылып, үлкен көлемдегі алқаптар отқа оранды. Есеп бойынша бір эму құстың өліміне жұмсалған қаражат, екінші ұлы отан соғысындағы қарсыласты өлтіруге кететін қаражаттан әлде қайда артық болып шықты. Қаншама қаражат жұмсалса да, соғыс ешқандай нәтиже алып келмеді. Эму құстары еш уайымдамастан егін алқаптарына өздерінің шабуылдарын жалғастыра берді. Австралиялық өкіметтің және халықтың ойынша бұл соғыста эму құстары жеңді. Сондықтан қазірден бастап әскерді осы құстармен толтыра беруге тырысу қажет. Кондитерлік соғыс. 1838 жылы Мехикодағы француз кондитерлік дүкенінің Римантель есімді иесі Францияның королі Луи Филипптен қорғаныш сұрайды. Себебі 10 жыл бұрын қалалық тәртіпсіздік барысында мехикалық офицерлер оның дүкенін тас-талқанын шығарып, тонап кеткен. Франция өз кезегінде тәтті бәліштердің өтемақысы ретінде Мексикадан 600 мың песо талап етеді. Мексикалықтардың ойынша бұл сома 1000 есеге артық. Жауап ретінде Мексика Франциядан алған қарыздарын төлеуден уақытша бас тартады. Луи Филипп Мексикаға соғыс жариялап, өзінің теңіз кемелерін Мексиканың порттарын жаулауға аттандырады. Уақыт өте франциялықтарға американдықтар жәрдемге келіп, Мексикаға бірлесе отырып шабуыл жасайды. 1839 жылы мексикалықтар талап етілген өтемақыны француздарға қайтаруға келіскен кезде соғыс аяқталады. Тек осыдан кейін ғана француздықтар Мексика аумағын тастап шығады. Шошқа үшін соғыс. 19 ғасырдың 50 жылдарында ақш пен Ұлыбритания Сан-Хуан аралы үшін таласқа түскен. 1859 жылдың 15 маусым күнінде Сан-Хуан аралының американдық тұрғыны Вайман Катлер Гриффин есімді ирландық көршісінің шошқасы ауласындағы бақшасын ойраң-талқанын шығарып жатқанын байқаған. Көп ойланбастан Вайман Катлер мылтығын алып шошқаны атқан. Ашуы басылғаннан кейін есін жиып, қателігін түсініп, өзінің ирландық көршісіне барып, кешірім сұрап $10 ұсынған. «Ойбай-ау, ең сүйікті шошқам еді ғой», деген Гриффин болса, $10 орнына $100 сұрайды. Соның кесірінен ұрыс керіс туындап, Гриффин Катлерді сотқа береді. Түрмеден қорыққан американдық өзінің өкіметінен қорғаныш сұрайды. Бірінші болып аралға американдықтардың сарбаздары келді.
Көп ұзамай британдық кемелер де келіп, аралды қоршауға алады. 10 тамыз күні 461 американдық сарбаз 14 зеңбірегімен 2140 британдық әскерге және олардың 167 әскери кемесіне оқталып қарап тұрды. Бір-біріне қарама-қарсы тұрған екі әскердің ешқайсысы бірінші болып оқ атпады. Сан-Хуан аралында орнаған ұлтаралық қақтығысты соттарда шешуге тырысты. Сот жүру барысында Сан-Хуан аралы ешкімге тиесілі емес деп есептелді. Осы бақталас 13 жылға созылып, соңында сотта ақш жеңіп шықты. Ал британдықтар аралды тастап шығуға мәжбүр болды. Ал шошқаға таласқан екі көршінің мәселесі ешкімді қызықтырмады. Футбол соғысы. Бұл соғыс 1969 жылы орын алды. Ол соғыс Сальвадор мен Гондурас арасында туындады. Екі мемлекеттің арасындағы қарым-қатынастар бұрыннан нашар еді. Оның себебі сальвадорлық тұрғындардың Гондурасқа заңсыз шекара асуы. Екі ел бір-біріне баяғыдан қанжарларын қайрап отырды. Журналистердің мақалалары да отқа май құйғандай ұрысты қыздырып отырды. Бірақ соғыстың басталуына политикалық көзқарас емес, қарапайым спорт ойыны болды. 1969 жылы Сальвадор мен Гондурастың ұлттық құрамалары әлем кубогына қатысу үшін бақталастыққа түскен. Бірінші ойында Гондурас елі жеңіске жетеді. Сол ойында өз елінің футболшылары ұтылғанына көнбеген Исан Сальвадора өз-өзіне қол жұмсайды. Ал екінші ойында Сальвадор командасы жеңіске жетеді. Ойын аяқталғаннан кейін төбелес ұйымдастырған жанкүйерлер қаланы қирата бастады. 10 күннен кейін Мехикода жеңімпаз анықталатын ойын ұйымдастырылады. Сол ойында сальвадорлықтар 3-2 есебімен жеңіске жетті. Осыдан кейін ашуға берілген гондурастық жанкүйерлер өздерінің мемлекетіндегі сальвадорлық шаруалардың үйлерін өртеуге кіріседі. Мақырлысна деген ұранмен сальвадорлық әскери ұшақтар Гондурастың әскери әуежайларын бомбалауға кірісті. Бірнеше күн ішінде сальвадорлық әскер 8 гондурастық қаланы жаулап алады. Кейіннен «Дануна» деген ұранмен гондурастық ең мықты әскери ұшақтар келіп, напалмның көмегімен қарсыластың базаларын өртке орады. Онымен қоса гондурастықтарға никарагуалық президент Самуса да көмектеседі. Сондықтан Сальвадор жеңілуге аз қалған болатын. Бірақ шілденің 20 күні ақштың әскері келіп, «Нешіктір, қойсаңдар, әйтпесе екеуіңді айырам» дегеннен кейін соғыс сол сәтте тоқтатылды. Шелек үшін соғыс. Орта ғасырдағы Италия көптеген тәуелсіз мемлекеттер мен қалалардан тұрды. Ол қалалар өзара келісім шарттар жасап, кейде соғыс жариялап та тұрды. Сондай соғыс алдында тұрған екі қала Модена мен Болонья. Қарсыластықтарының басты себебі политикалық көзқарастары бір-біріне сай емес еді. Екі қала арасындағы дау-дамай ондаған жылдарға созылып келген. Бір-бірін жақтырмай келген бұл екі қала арасында 1325 жылы өте күлкілі оқиға орын алды. Күндердің бір күнінде Болоньяның бір сарбазы Модена қаласына өзінің қару-жарақ атымен бірге қашқындық жасайды. Жол-жөнекей атын суғару үшін өзінің қаласының орталығында тұрған құдықтағы ағаш шелекті ұрлап кетеді. Қарсыласымызға тіпті ағаш шелегімізді де бермейміз деген тұрғындар үшін бұл ұрлық соғыс бастауға керемет мүмкіндік болды. Болоньялықтар Модена қаласына «Қашқын сарбаз керек емес, бізге шелегімізді қайтарыңдар, әйтпесе әтәт қыламыз» деген хат жолдайды. Бұл хатты алған Модена қаласының әкімшілігі «Болмайтын нәрсені айтып далбасаламаңдар» деген жауап қатады. Бұл жауап отқа май құйғандай Болонья мен Модена қаласының арасында орасан зор шайқас туындатады. Өзінің шелегі үшін жан беретін болоньялықтардың әскері көп болғанына қарамастан осы шайқаста жеңіліс тапты. Ал шелек қазіргі күнге дейін сақталып, Модена қаласындағы мұражайда тұр. Сонымен достар, құрметті көрермендер, біздің қызықты тақырыбымыз соңына жетті. Видео қызықты болған болса, арнаға жазылып лүпіл басыңыздар. Сіздермен бірге болған Шака Муро. Келесі қызықты видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.